Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді, тез және оңай дайын болатын печенье джем менен дайындайтын боламыз. Біздің магазин сөрелерінде сатылатын печеньелардың түрі. Үй жағдайында жасаймыз. Видеоны менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ол үшін бізге 200 грамм үй температурасында еріген сармайға немесе маргаринда болады. 180 грамм қант қосып, вилканың көмегіменен жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Оған 2 жұмыртқа қосамыз және 1 шай қасық разрыхлитель қосып араластырып аламыз. 125 грамм крахмал қосамыз. Жүгері крахмалы болу қажет. Және 400-500 грамм ұнды ақырындап қосып, жұмсақ қамыр елейміз. Видеода көрсетілгендей. Қамырымызды кондитер мешогы арқылы қойсақ та болады, немесе қолымызбенен домалақтап істесек те болады. Видеода көрсетілгендей. Кондитер мешогымен істеген қамырымызда пісу барысында домалақ болып піседі. Енді печеньелардың ортасын қолымызды сулап, тесік жасап шығамыз. Видеода көрсетілгендей. Енді сол жерге клубничный джем салып шығамыз. Немесе үйлеріңізде қандай джем болса, варенье болса, соны қолдансаңыздар да болады. Видеода көрсетілгендей. Печеньеларымызды 180 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Печеньеларымыз дайын, өте жылдам дайын болатын және дәмді печеньелар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңызға ұнайды. Назарларыңызға рахмет. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз.